Видео басталмас бұрын РК ютубер деген каналға тіркелем. Сіздер ол каналдан Майнкрафт және де каратеден орын алдым. Сосын тағы да Clash of Clans сынды қызықты видеоларды көре аласыздар. Сілтемесі төменде болады. Және достар, мен ВКонтактеме заявка жібереміз. Ол сіздер содан маған жазуларыңызға болады, сұрақ қойып, сонымен жауап беретін болам. Сосын міне біздің ВК группамызға да тіркелеміз. Сілтемелері барлығы төменде болады. Тіркеліп, лайк басып де қойын ба? Жоқ, әйтеуір тіркеліп, маған сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. WhatsApp барықтарына сәлем. Сендерім атын білмей каналы және де атын білмей Майнкрафттың 13-ші бөлімі. Видеоның атынан көргендегідей, біз бүгін осы қамалдағы адамдарға киім кигізген болатынмын. Қазір соны көрсететін боламын. Мен үйден шықтым. Ал міне біздің қамалымыз. Осындай қамал. Міне бұған мен адамдар қойдым үстің жағына. Сосын тағы да адамдар қойдым және қолдарына садақ. Солай істедім. Негізі осы қалай істегенімнің бәрін видеоға түсірген болатынмын. Бірақ ол видео ойдағыдай шықпай қалды. Дұрыс болмай қалды. Сосын ол әділет тастап, осыны қайттан түсіріп жатырмын. Ал енді бұны аса қатты қиналсам жоқ. Енді алдында айтқан болатын. Неме салуға болады, соны комментарияға жазыңдар деген. Сосын сіздер жоғарыда тұрғандарға киім кигіз және де садақ бер деген болатынсыздар. Сосын мен солай істедім міне. Қолдарына садақ және киімдері бар. Так, енді бұны біз қазір ішіндегісін адамдарында көреміз. Қазір міне. Сіздерге көп рахмет каналға тіркеліп лайк басып жатқандарыңызға. Бізде уже 1800 подписчиктен де асып кетті. Осындай қылып неттім. Сосын мына жақтағы адамдарға киім киілмей қалып, жарайды, ол ештен емес. Ал енді ішіне кіргенде міне адамдар. Сосын тағы да комментарияға жазыңдар осы жерге не істеуге болатынын. Ал міне осындай қылып істедім. Бұны білесіздер, көрсеткен болатын. Сосын бір айтқан болатын. Осы жердің астына ма, бір жерге әйтеуір түрме сияқты бір сондай салшы деп. Білмей сондай салайын деген болатын, бірақ әзірге салған жоқпын. Міне бұларға да киім кигізген жоқ, өйткені жалқып кеттім киім кидіруден. Осындай қылып істедім міне. Тағы да неме қойға болады, не істеуге болады, барын комментарияға жазып беріңдер. Және де мен новыйдан бірдеңе салып қойдым. Ол дайын. Бірақ оны жарайды кетпейді. Бірақ оны сіздерге көрсетейін ба, білмеймін. Көрсетпей қойын, жарайды осы видеоға 500 лайк жинаймыз. Сол кезде келесі бөлімі шығатын болады. Ол келесі бөлімде мен пока что айтпаймын, ол не болатынын. Так что осы видеоға 500 лайк жинаймыз. Пиар және интро ағыларыңыз келсе, маған ВК-ға жазамыз. ВК группасы, менің ВК-ның ссылкасы барлық описаниеде болады.